Ержан аға, жақында 2025 жылдың 2 қыркүйегінде жеке шығармашылық кешіңізді берейін деп жатыр екенсіз. Жалпы сол концертіңіз туралы пікіріңізді айтып кетсеңіз. Енді бұл шығармашылық кеш беру бұнан менің өзімнің жүрегімде, ойымда жүретін. Бірақ әр ойластырған заттың сәті болады ғой. Құдайдың көріп беретін уақыты болады, сәті болады. Сол биылғы жылға келіп тіреліп тұр ғой. Мен бірінші рет тұңғыш концерт берейін деп жатырмын. Әрине бұл менің концертім ұлы ақын Тонбай Молдағалиевтің 90 жылдығымен тұспа-тұс келіп тұр. Ол кісі менің қайнатам. Барлық әндердің 99% өлеңдерін, романстың сөздерін, лирика әндердің сөздерін жазып берген кісі ғой. Соған байланысты осы концертті сол кісінің рухына арнап отырмын. Енді творчалық кеш болғаннан кейін әрбір сазгер армандайды, өзінің әнін тыңдарманына жақсылап жеткізсем деп ойлайды. Жақсы орындалса екен деп армандайды. Енді уақыт көрсетер бір жағы Алла қолдап, халық, әнді сүйер халқын қолдап, жақсы деңгейде өткізіп отырсам, Құда қаласа 2 сентябрьде осы Республика сарайында өткізуге дайындалып жатырмыз ғой. Жалпы өзіңіздің жаңағы туындыларыңызды, әндеріңізді біраз әншілеріміз айтып жүр ғой, еліміздің жұлдыздары, эстрада жұлдыздары. Сол қай әншілер келіп, сіздің концертіңізге келіп қатысады, сол жайлы айта кетсеңіз. Енді менің концертіме болса да үлкен шеберлігі бар жақсы әншілерді қатысады. Өздеріңізге белгілі Мақпал Жүнісова, Секен Тұрысбектің күйіне, Толқын Завирова, Илканта деген топ, Мецо деген опера театрының әншілері, Зарина Алтынбаева, Ақбота Керімбекова, әншілер көп қой, қазір бәрі есіңе түсе бермейді ғой. Бақтияр Тайлақбаев. Ол жаңағы афишада біраз әншілер неған жоқ, түспей қалды. Сол афишада да жоқ әншілер бар негізі. Солармен қазір жұмыс жасап жатырмыз, әндерді өңдеп жатырмыз, әндерге дайындалып жатырмыз. Сол себептен тосын сый болайын деп тұрған сияқты ғой. Тосын сый болайын деп тұр. Күтпеген жерде. Сол негізі ән айта алатын, шеберлігі бар, мықты әншілер айтады. Өйткені менің әнімнің қиындығы сонда, ритмикалық ән емес, жаңа көбінесе лирикалық әнменен романсқа жақын болып келеді. Романстар жазам. Оның романстың, лирикалық әннің табиғатын, оның ішіндегі бүткіл образын ашу екі әншінің бірінің қолынан келмейді. Сол себептен не көп әнші көп қой, бірақ оның бәрі әрқайсысы әртүрлі стильді айтады. Менің жазу стилім, менің әндерімнің табиғат бөлек болғаннан кейін, осы әншілер менің әнімді айта алады ау, халыққа жеткізе алады ау деген немен, тұжырыммен, сондай шешіммен, сондай әншілерді қатысып тұруға өзім сондай шешім қабылдап отырмын. Тағы да Ержан аға сәттілік енді. Рахмет. Барлығы ойдағыдай өтсін. Рахмет. Халық көп болсын, аңшылат болсын. Айтқаныңыз. Ойдағыдай шықсын. Айтқаныңыз. Жақсы, сәттілік. Рахмет.